Армысыздар қадірлі көрермен, біз бүгінгі серуенімізді Алматыдағы Атакент халықаралық көрме орталығында өткіземіз. Мың 1961 жылы ашылған Атакент халық шаруашылығы жетістігінің көрмесі болған. Жасыл аймақ алмалы бақ еді. Ал жуырда ғана мұнда алып тиын мүсіні орнатылды. Ал бұл жобаның авторы британдық суретші Алекс Рейнслер. Салмағы 15 тоннаны құрайтын тиынның жасалуына 3 тонна ағаш, 3 тонна сабан жұмсалыпты. Сонымен таңғы серуен айдарының кезекті қонағы белгілі дизайнер, халықаралық дизайнерлер қауымдастығының мүшесі Берік Исмаилов. Қайырлы таң аға, қалыңыз қалай? Саламатта, жақсы. Қалай Сандуғаш? Рахмет, жақсы мен. Таңды кофе алып дайындап отырған едім өзіңе. Ой, рахмет, болмаған ба? Иә, әрине. Керемет. Таңды негізінде мынау кофемен қарсы алған керемет дүние ғой. Күнімен жүгіргенге бір энергия береді. Сонда кофе деген керемет дүние. Сіз маған кофе алып келген екенсіз, мен сізге осындай бір әдемі сыйлықты берейін деп тұрмын. Біз үшін ерте тұрғаныңызға, ұйқыңызды қиып тұрғаныңызға үлкен рахмет. Бұл да бір ерлік аға. Өзіңіз қанша адамды киіндіріп жүрсіз ғой. Мен де сізге бір медаль тағып көрейін. Ой, рахмет Сандуғаш. Керемет дүние болды мынау мінекей менің коллекциямда. Иә, ұнады ма? Иә. Бұрын осындай сыйлық алып едіңіз? Жоқ, алмаған бірінші рет. Осылай серуенге жиі шығып тұрасыз ба таңертеңгісін? Таңертең мен жұмысқа жаяу жүретін болдым қазір. Сол бір больницаға жатып шығып Астанадан. Сондықтан маған күніне 5-6 километр жаяу жүру керек. Үйден жұмысыма шейін 3 километрлік жер. Соған жаяу келіп, жаяу барамын. Күнде? Күнде. Ендеше отырмайық, сұхбатымызды жүре жалғастырайық. Жақсы болды, 5 километрге тағы 1-2 километр қосылатын болды. Өмір деген жизнь ғой, қызық жерім бір сызықпен сызық қой депті. Сұхбатты жоспарлаған кезде мен ойландым, үстіме не десем екен, енді дизайнерден интервью аламын. Адам көріп шүберек деп біз өзіңнің мінекей жастық бар дұрыс қой. Ол адамға жасықты молодость, еш нәрсені көре алмайсың. Сондықтан бәрі керемет, оған комплексовать етпей-ақ қой. Мені көтеріп қойсаңшы. Мысалы, кейбіреулер театрға джинсы киіп бара салады. Кейбіреулер жаңағы спорттық алаңға осындай әшекейлер тағып бара салады. Негізі біз қаншалықты сақтаймыз, ол дұрыс па негізі, мәдениет жағынан? Дұрыс емес. Мысалы, театр деп айтсаңыз, бекерге айтпайды, театр начинается с вешалки дейді. Отырып жалғастырайық? Иә. Москвада оқыған кезде біз енді студенттер, қыздармен бәріміз барамыз ғой, жақсы жаңа спектакль болды. Сол кезде қыздардың бәрі театр қылғанда өздерінің туфлилерін бәрін пакетке салып алып баратын сол кезде. Қазір өкінішке орай бізде жоқ. Мен Ташкентте қызмет жасадым авиазаводында. Сол жерде жақсы бір Горький жаңағы русский драматический театр бар. Сол кезге барған кезде де ол жерде ашық-шашық егер мынандай кеды бір немен келесің, ол театрға кіргізбейтін. Қаншалықты адам аз болса да, адамның өзінің жаңағы міндетті түрде киініп келетін киімі болатын жаңағы. Сондықтан біздерде қазір ондай нәрселерді мына театр әуезованың артында тұрамын өзім. Ондай қадағалайтын адам жоқ қой қазір бізде? Қазір жоқ, бірақ негізінде адамның өзі сана сезімінде болу керек деп ойлаймын. Мысалға жақында мен өзім жаңа жаным аман есен қалды деп жаңағы өзіміз енді қазақпыз ғой, қаншалықты больницадан шыққаннан кейін осы Құдай тамақ берейін деп жаңағы қаншалық адамдар шақырдым. Көп адамдар біледі енді Құдай тамақ деген Құран оқитын жер. Басына орамал тағу керек. Бір салфетканы алып төбелерін бүйтіп қоя салады, салфетка төрт бұрыш қағазды. Жаңа орамалды ұмытып кеткендер басына майлық қоя салады ғой, қағаз майлық. Дұрыс емес қой сол. Орамалды алып келу деген ол ешқандай шарт емес. Бір түрлі бір енді сумочканы тастай сал, аз ғана бір шифон деген, мата деген көп орын алмайды ғой. Сондықтан оның да бір жаңағы өсіп жатқан артымыздан ерген балаларға ол да бір өнеге, бір тәрбие. Көбінде жаңа қазақтың апалары ұлын үйлендірейік деп жатыр. Сол кезде ойбай мен толықпын, маған тек қана қара көйлек деп айтады. Сол кезде мен айтамын, бұрыннан келе жатқан бізде дәстүрі бар. Ұлының қызының тойына қара киім кимейді. Қара киім деген ол тағдырымен үйлесетін дүние. Сондықтан қара кимеңіз деп мен негізінде осындай кеңес беремін. Қара киімнің өзі мына біз өзі теледидарда да көре бермейміз. Қара киім мен ақ киім камераға келмейді деп біз кимейміз. Бірақ қара киімді жаңағы жамандыққа
жорып алып қаншалық қабылдауымыз керек? Ырымшы халықпын, оны қабылдаған Ол дұрыс. түсінік қой, біздің ойымызда қалып кеткен. Рас, түсінікті, ол стереотип деп айтады, бірақ агрессияның түсі ғой. Бекерге емес, фашизм, гестапоның киімдердің бәрі қара киім болған. Соғыстың белгісі дейміз? Иә, Муссолини, баяғы ол да фашизм, Италияның қоңыр болатын киімдердің бәрі. Сондықтан бұл өте қара киім түс, ол мынандай агрессияның бір қайғылы дүниенің қаталдықты беріп тұрады. Бірақ оның екінші жағынан мынау кешкі салтанаттың бір ұғымы бар оның. Бірақ оны кигеннен кейін міндетті түрде сен бриллиант киюің керек, міндетті түрде алтындарды мойынға, ашық түсті бір шарф сондайларды үлестірсе, сол кезде қара киім жаңағы былай агрессиялық нені білдіртпей тұрады ғой жаңағы. Көрермендердің құлағына алтын сырға. Өзі айтып жатқан кеңесім. Көбінде мен ойлаймын, сол адамның киіміне қарай адамның ішкі мінезін, жан дүниесін білуге болады. Көбінде адам жаңағы сұр түсті жақсы көрген әйелдер шынын айтқанда мына көпшіліктің ішінен өз-өзін көрсетпеуге тырысатын әйелдер. Орысша айтқанда көптің көңілінде, көптің назарына ілігуді ма? Ілінгісі келмеген әйелдер көбінде сұр түсті жақсы көреді. Говорят, серая мышь дейді, которые не хотят выделиться из толпы дейді. Состоявший әйелдерді ғой өмірді, бизнес-вумендер міне өз-өзіне баға беретін әйелдердің бәрі көбінде байқаңыз, ашық киім, ешқандай комплекс жоқ, макияждар да жасайтын болса, бас салып оны ой, ашық киім, ашық макияж жасау керек емес, ол үйлесіп тұру керек, киіммен де бәрімен де. Сіз эстрада жұлдыздарының арасында киім тікпеген әнші бар ма? Жүре сөйлесейік. Жұмыс істемеген әншілерім жоқ ау деп ойлаймын. Ой, мен айта кететінім осы жерде Димаш Құдайберген. Осыдан Славянский базарға 2015 жылы сапарға жүрейін деп жатқан кезде, сол кезде маған ұсыныс келді. Солар о баланы білмеймін, ол кезде ән тыңдамаған, соны бүкіл YouTube атқарып әндерін тыңдадым. Өте соған керемет ғашық болдым. Сол жігітке мен 4 күннің ішінде киімін тігіп, аэропортқа барып, көрмегенде оның өлшемінің бәрін сол жақта маған басқа тігіншілер салып жерді, бойын бәрін, соны және де YouTube-тан көріп, соны 4 күнде жасап, самолетпен салып жердік аэропорттан Ақтөбеге. Содан өзім Турцияда демалып жатырмын семьяммен. Сол кезде баланың бірінші орны 10 деген бала алған кезде, әрине мынау төбем көкке жетпейді ғой. Сол кезде мен ойлаймын, кей кезде ол бауырымда балам ғой енді Димаш. Сол кезде өзінің сұхбаттарында айтқан кезде Берік ағама рахмет деген ол өте бір үлкен мәртебе. Өзіңізге киім тігіп көрдіңіз бе жалпы? Бала кезімде біз енді көп семьяда өстік қой, 10 ағайындымыз. Әркімнің ескі құтқысын, жаңа үлкендерінің киімін бізге ауысады, одан арыға ауысады, сөйтіп өстік. Киімдерді өзіме былай тігіп алып, жаңа қысқартып алып, сөйтіп жүре беретін бала кезімде. Етік шетікке жарымайды деген сөз бар. Еш уақытта жарымайды, бірақ қаншалықты 2 ай сайын Италия еліне барып тұрамын. Сол жерден дайын киімдерді ала саламын. Бала кезде бала болып ойнадыңыз ба? Жоқ, әлде сіз сол бала кезден бастап сіздің серігіңіз тігін машинасы болды? Жоқ, бала кезімізде бұлай қазір мына майда балаларды қарасаңыздар, қолдарында гаджет. Біздің кезімізде бұндай ойындар көп болды. Ләкәш деген ойын ойнайтынбыз. Жаңа 12 таяқ, тығылмашақ, жаңағы ләңгі тебетінбіз. Кей кезде өнеге ғой, немерелеріміз соны көрсетеміз жаңа ойындардың бәрін. Оның бәрі есте. Есте болса бір рет еске түсіп көрейік. Ләңгі дедім ба? Ләңгі бар ма не? Ләңгі үшін не керек? Ләңгі керек? Тиының бар ма? 100 теңге, 50 теңге, 5 теңге. Мен қазір жастарға ана жері жүрік. Мен ләңгі теппегеніме 40 жыл бапты. Мынау ләңгі деген ойым, мынау жастарға қазір өте өнеге. Бұл қойдың терісінен жасайтын, қорғасын құйып, соны қазір байқап көрейін. Білгенде аяқ киімді киіп кеппін ғой мінеке. Ой, бәрекелді аға, күшті ойнадыңыз ғой, сіз ұмытпапсыз да. Балалы шағын еске түсірдім ғой. Қазіргі уақытта мынау
костюм болса, бұл кезінде бізде классикалық стиль еді, бірақ онымен мынау спорттық аяқ киім киген қалай кетті аға? Байқасаңыз, сәнде қазір қатып қалған қағида жоқ сияқты бұрынғыдай. Адам деген өзіне қалай ыңғайлы, сол киімді кию керек деп жатады ғой, менде ойымда сол. Болды ма осындай жағдай, бір сіз қанша уақыт теріңізді төгіп, ұйқыңызды қойып, кірісіп кетесіз, бірақ ұнамай қалып, солай бір өкінген кездеріңіз болды ма? Қазір заман өздері дизайнер, өздері білгіш, өздері оқымысты. Өздері осындай былай қатаға алып, осындай жасап бер деген жасап бересің, бірақ оған көңілім тоймайтын, оны рас. Еш уақытта мен бір жасаған дүниемді екінші рет қайталамаймын. Осыдан бірнеше жыл бұрын Қайрат Нұртас өзінің жасаған киімін жаңағы машинаның багажигіне қойып кетсе, соны сол машинамен акасы алып кеткен екен жаңағы. Сол жоғалтып кетті. Кейіннен кейін келіп, ойбай Берік аға, сол киімді жасап бере аласың ба деген кезде, жоқ, кешір, екінші киім ол еш уақытта болмайды. Бір киімді мен қайталап жасамайым дегеніңіз өте қызық тиіп отыр. Бұл барлық дизайнерлерге тән нәрсе ма, жоқ әлде сіздің бір жеке көзқарасыңыз ба? Егер тырыссаң, жаңа киімнің көшірме жасауға болады. Бірақ біріншідей болмайтын шығар. Біріншідей болмайды. Сандуғаш 9 болып қалды сағат. Әркімнің азада тұрған кезде бір жоспарлар бар ғой, қояды. Менде бір жоспарым бар, 9-да бір клиенттерім келу керек еді. Соған уақыт болып қалды. Асығып тұрсаңыз тұрайық ендеше. Иә, сұхбаттың аяғында менде жаңағы ойланып бүгін мынау таза жүннен жасалған, бұның түсі кубинский коралл дейді, теңіздің астында өсетін нәрсе. Ой, рахмет, қандай керемет. Мен үшін күтпеген сыйлық болды аға. Мінекей. Рахмет Сандуғаш, мынау да міне таңғы серуен мінекей. Мұндай серуен есте қалатын серуен болды. Құрметті көрермен, бүгін біздің таңғы серуен айдарының қонағы болған белгілі дизайнер Берік Исмаилов. Келесі кездескенше аман болыңыздар.